Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін жасалуы өте қарапайым, дәмі тіл үйіретін круассандар дайындайтын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісемін. Круассандарды әзірлеу үшін кез келген дүкендерде табылатын слоеный тестаны пайдаланамыз, яғни қатпарлы қамыр. Дайын қамырды дөңгелек пішінде орташа қалыңдықта жаямыз. Дөңгелек қамырымызды дәл ортасынан 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті 3-ке бөлдім, сонда бізде 12 круассан шығатын болады. Мен начинкасына кептірілген слива мен шоколадты пайдаландым. Сіздер өздеріңіз идеяларыңыз бойынша қалаған нәрселеріңізді қолдансаңыздар болады. Варенье немесе сгущенка секілді. Енді круассандарды дәл видеодағыдай осылай орап шығамыз. Осы уақытта пешіңізді 180 градусқа қойып, қыздырып дайындап қойсаңыз болады. Енді пергамент қағазы төселген табамызға круассандарды арасын алшақ қылып орналастырып шығамыз. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға шағып, круассандардың бетіне жағып шығамыз. Және де идеяларыңызға қарап, өздеріңіз бетіне күнжіт немесе мақ сеуіп қолдануларыңызға болады. Ол да өте әдемі көрінеді. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Круассандардың бір бөлігі пісіп шықты, бетіне шоколад ертіп құйып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Ол да өте әдемі көрінеді. Екінші бөлігін без ничего жасадым. Міне, ол да әп-әдемі болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басыңыздар. Сіздермен болған Перизат, назарларыңызға рахмет.